Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық етімен салат жасау рецептімен бөлісемін. Өте қарапайым рецепт. Ол үшін бізге 350 грамм піскен тауық еті, 4 піскен жұмыртқа, зәйтүн, 4 қияр, 5 грамм кинза, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және 4 ас қасық майонез қажет. Қиярды текшелеп тураймыз. Тауық етінде текшелеп тураймыз. Жұмыртқаны да текшелейміз. Зәйтүнді ортасынан теңдей етіп бөліп шығамыз. Кинзаны ұсақтап тураймыз. Қоспаларымызды және майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымызды зәйтүнмен және кинзамен әсемдейміз. Салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.